Алланың тыйым салған нәрсесіне жақындау ол залымдық. Адам айтуы мүмкін, қазір мысалы темекі тартып, ол залым. Өйткені тыйым салған нәрсені айтып істеп тұр да. Ол ойлауы мүмкін да, мен кімге зұлымдық жасап жатырмын? Сен өзіңе зұлымдық жасап жатсың. Сондықтан сен залымсың. Көрдің бе? Сондықтан Алла Субхана Құран деді, біз оларға зұлымдық етуші емес дейді. Олар өздеріне зұлымдық етуші дейді. Біз оларға зұлымдық етуші емеспіз дейді. Адамдар да, міне көрдіңіздер ме? Адамдар да мысалы әйел заты да былай шешініп өзіне зұлымдық етіп отыр да ол. Алла пендесіне зұлымдық етуші емес. Ер адам да солай. Қарама десе қарап зұлымдық жасап жатыр.